Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін этика және эстетика пәні бойынша екінші лекция сабағын қарастырамыз. Яғни этика, мораль туралы ілім. Лекция жоспары бойынша. Бірінші, мораль ұғымы. Мораль қоғамдық сананың салыстырмалы түрде тербес формасы. Екінші сұрағымыз, моральдың әлеуметтік мәні, мақсаты және қызметтері, құрылымы мен негізгі ұғымдары. Үшінші, жалпы адамзаттық құндылықтар ұғымы. Төртінші, этика ғылымның әлеуметтік, философиялық, әдістемелік және көзқарастық қырлары, яғни биоэтика, мораль және құқық, мораль және саясат, мораль және дін. Енді этика мораль туралы білім береді. Оны түсіндіріп үйретеді. Мораль деген сөзіміздің өзі латын тілінен моралис, яғни әдет-ғұрып деген мағына білдіреді. Яғни бұл адамдар мен әлеуметтік топтар арасындағы қатынасты реттейтін ережелер жүйесі, адамның мінез-құлқын басқаратын әлеуметтік институт деп табылған еді. Мораль термин алғаш қолданылған грек ғалымы Марк Туллий Цицерон болған еді. Ол бұл ұғымды грек философиясындағы этос, яғни этика сөзінен балама ретінде негіздеген. Цицерон моральды адамның мінезі мен қоғамдық дұрыс, яғни өмір сүру қағидаларын сипаттайтын ұғым ретінде қарастырды. Оның еңбектерінде мораль, яғни әділеттілік, адалдық және де қоғамдық игілікке негізделген деген мәселелер қарастырылған еді. Цицеронның моральды туралы еңбектері, яғни бірінші, яғни де офисис деген міндеттер туралы, адамгершілік пен моральдік борыш туралы деген мағынаны білдірген. Екінші, яғни де паблика, яғни мемлекет туралы, биліктің моральдік жауапкершілік жайында. Яғни үшінші, әрине де амисидия, яғни достық туралы, мораль мен шынайы достықтың бейнесі деп айтылған. Яғни Цицерон моральды тек жеке адамның емес, бүкіл қоғамның тұрақтылығы мен даму үшін маңызды деп те санаған еді. Мораль, яғни ізеттілік, әділеттілік, мінез-құлық, әдет-ғұрып деген секілді этика құндылықтарды бейнелейтін қоғамдық сананың ерекше түрі. Моральдың ерекшеліктері бұл ғасырлар бойы қалыптасқан құндылықтарға негізделді. Яғни жалпылама сипаттама ретінде болған еді. Нормативті, міндетті сипатқа ие болды. Күнделікті тұрмыстан жоғары қойылатын әлеуметтік мұрат ретінде қарастырылды. Әрине мемлекетпен бекітілмейді, адамның еркіндігімен байланысы деген мәселеде болған еді. Мораль адамның мінез-құлқын, қоғамды қарым-қатынасын реттейді. Ол қоғам мен әлеуметтік топтар ішінде маңызды құндылықтарды, яғни айқындайды. Мораль ұғымның мәні ретінде біз, яғни мораль деген бұл адамдардың дұрыс және бұрыс, яғни әділеттілік пен әділетсіздік, жақсылық пен жамандық туралы түсініктер негізделген әлеуметтік құбылыс ретінде айқындап отырмыз. Яғни ол қоғамдық сананың бір түрі болып табылады және адамдар арасында қарым-қатынасты реттеуге бағытталған. Моральдық нормалар адамдардың күнделікті өмірінде ұстанатын ережелер мен тәртіптерді анықтайды. Енді моральдың ерекшеліктері мен қызметтеріне келетін болсақ, бұл бірінші мораль ерекшеліктері қоғамда ғасырлар бойы қалыптасқан ерекшеліктерге негізделген. Яғни еркіндікке негізделген, заңмен мәжбүрленбейді деген мәселе. Мораль қызметтері болса, бірінші реттеуші, яғни мінез-құлық пен қарым-қатынасты қалыптастырады. Екінші, бағалаушы, әрекеттерді жақсы жаман деп ажыратамыз. Үшінші, мотивация мәселесі, ізгілікке жетелейді. Үйлестіруші, қоғамды үйлесімділікті арттырады қоғамда. Әрине, соңғысы мәдениет аралық деген мәселе, әрине түрлі мәдениеттерді байланыстырады деген мәселе. Енді мораль бұл қоғамдағы әлеуметтік қатынастарды реттейтін маңызды механизм деп те айтсақ болады. Оның әлеуметтік мәні мына бағыттарда көрінеді. Яғни қоғамның тұрақтылығын сақтау, өзара сенім мен келісімді нығайтады, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету, мінез-құлықты реттейді. Қоғамдық санаға әсер ету болса, құндылықтар мен ой сананы қалыптастырады. Әлеуметтік біріктіру бұл әрине ортақ принциптер арқылы қоғам мүшелерін біріктіреді. Негізінде моральдың мақсат ретінде
адамдардың іс әрекетінде жақсылық, әділеттілік және адамгершілік негізінде реттеу болып табылады. Яғни бұл мақсатқа жету үшін, яғни мораль мына мәселелер қарастырылады. Яғни адамдарды ізгілікке тәрбиелейді, әлеуметтік әділеттілікті орнатуға ықпал етеді, қоғамдық және жеке мүдделер арасында тепе-теңдікті де сақтауға көмектеседі. Моральдың құрылымы бірнеше негізгі элементтерден тұрады. Яғни бұл бірінші моральдық нормалар, күнделікті мінез құлыққа қойылатын талаптар. Келесі принциптер, әділеттілік, ар, намыс, жауапкершілік деген мәселелер. Келесі құндылықтар, жақсылық, еркіндік және адамгершілік деген ұғымдар енеді. Әрине соңында идеалдар, мінсіз мінез құлық үлгілер деген де мәселелер де яғни қамтылады. Мораль адамзаттық қоғамның тарихи дамуында қалыптасқан әлеуметтік және рухани құбылыс болып табылады. Яғни бұл жерде негізі биологиялық негіздер ретінде де айта аламыз. Яғни моральдық бастауы адамдардың ұжымдық өмірге бейімділігі. Яғни бұл үдеріс келесі факторларға негізделеді. Бірінші әрине эмпатия, бұл әрине өзгенің сезімін түсіну қабілеті болып табылса, екінші альтруизм мәселесі, көмектесуге деген ішкі қажеттілік. Әрине топтық өмір ортақ мақсат пен қауіпке де бірігу деген мәселелерде айтылады. Негізі алғашқы қауымдағы мораль бойынша айтатын болса, қысқаша, әрине бұл кезеңде мораль жазылмаған дәстүрлер арқылы реттелген еді. Яғни негізгі нормалар ретінде бұл заманда ру ішіндегі өзара көмек, яғни табиғатқа құрмет, яғни ол кезінде анимизм, тотемизм деген алғашқы діндер кезінде. Яғни әрине қарттарды сыйлау, ұрпақ жалғастыру деген мәселелерде айтылған еді. Ал дін мен мифологияның ықпал ретінде де моральды былай деп айтамыз. Яғни мифтер мен дін табиғатын құбылыстарын түсіндіруге көмектесті. Мораль құдайлармен байланыстырыла бастады. Келесі бұл ендігі кезең бұл моральдың философиялық дамуын деп айтсақ болады, антикалық ойшылдарда. Яғни Сократ, Платон, Аристотель деген ойшылдарымыздың мораль мен адамгершілік мәселелерін теориялық тұрғыда қарастырды. Яғни рөлін зерттеді. Енді моральдік сана негізіне 3 саттан тұрады. Бірінші саты бұл адамның ішкі жан дүниесін, моральдық қажеттіліктері мен сезімдерін қамтиды. Келесі сатымыз рационалды, ақыл оймен түсінілген моральды ұстанымдар, яғни және де этикалық теориялар болып табылса, үшінші саты бұл моральдық интуиция, яғни түйсік деген мәселелер қарастырылды. Енді негізі моральдың негізі бұл әрине іс әрекет, яғни мінез құлық. Мұнда мақсат әрине құрал және нәтиже арасындағы айырмашылықты білу маңызды болып табылады. Әрине әлеуметтік қатынастарға байланысты моральдың кәсіптік, отбасылық, тұрмыстық түрлерде ажыратылу үстінде. Енді негізінде моральдың әлеуметтік мәні ретінде бұл мораль адамзат дамуының айнасы деп те айтсақ болады. Өйткені мәдениет, дін, философия және өмір тәжірибесі арқылы да қалыптасу үстінде. Қоғамда бұл әрине моральдық нормалар қоғамдық пікір арқылы реттеліп, тұлғаның ар-ұят, жауапкершілік, парыз сияқты қасиеттерді дамытады. Моральдық мінез құлықта мақсат, құрал мен нәтиженің үлесі өте маңызды. Өйткені мораль бұл отбасылық, тұрмыстық және де кәсіби қарым-қатынастарда да өзінің көрінісін табуда. Негізі мораль ұғымы оны бір жағынан инстинкті, яғни импульсивті мінез құлық қалпына, яғни екінші жағынан белгілі бір нәтиже алуға бағытталған рационалдық, яғни есепке қарсы қоюшылық арқылы да анықталады. Яғни ең алдымен моральдық уағыздарда, яғни бұл жерде әрине өзінің қаламаған нәрсені өзгеге жасама деген керемет адамгершіліктің алтын заңы ретіндегі немесе сүйіспеншілік қағидасы өз жақыныңды, яғни өзіңді өзің сүйгенді сүй, адамның ізгілікті сақтау талап етеді деген сөзде. Бұл ең алғаш белгілі Қытай ғалымы Конфуцийдің да, яғни ілімде айтылған мәселе еді. Енді этика, мораль, адамгершілік, яғни бұл ұғымдарды айтса, яғни бір-бірге байланысын. Яғни бұл ұғымдар негізінде синоним ретінде қолданылғанымен, ғылыми тұрғыда айырмашылықтар да бар.
Яғни мысалы этика бұл ғылым, ал мораль мен адамгершілік бұл зерттеу нысандары болып табылады. Гегель бойынша бұл мораль, яғни адамның ішкі бағасы. Ал адамгершілік бұл нақты қоғамдық әрекет. Яғни сондай-ақ мәдени белгілі тілдік дәстүрде бұл адамгершілік, яғни тұрақты құндылықтар болса, ал мораль тарихи өзгеретін мінез құлық, яғни нормалар ретінде қарастырылады. Енді әдеп пен адамгершілік мәселесі айтылатын болса, әдеп бұл әрине этиканы зерттейтін объектісі. Қоғамдық сана сезімнің формасы және жеке тұлғаның өзіндік, яғни бағасын бекітуге, яғни бағытталған қоғамдық қарым-қатынастардың түрі. Ал адамгершілік болса, бұл әрине жеке тұлғаның бұл ізгілік еркіндігінің, оның және жалпы қоғамдық талаптардың ішкі себептерін, үйлесуінің қайырымдылыққа ұласатын адамның көркем өнер мен шығармашылығының бағыттың саласы ретінде деп те айта аламыз. Негізінде әдеп бұл адамның қажеттілігіне айналған тұрақты қасиет деп те айтсақ болады. Бұл ауру қалса әдет қалмайды деген де қазақтың сөзі де бар. Яғни бұл мәтел осында дәлелдейді десек болады. Яғни жағымды әдет бұл пайдалы іске жетелейді. Ал жағымсыз әдет әрине мінез құлыққа кері әсер ететін белгілі. Әдеттер негізінде іс әрекет пен жан қуаттарына байланысты түрлі салаларға бөледі. Мысалы, тазалық, ұқыптылық, яғни сыпайылық, кішіпейілдік сияқты де қасиеттер бұл жағымды әдеттерді қалыптастырады. Қоғамдық қарым-қатынастар реттеуге әдет ғұрып бұл мінез құлықтың ең көне әрі ықпалды нормативі. Ол тапқа дейінгі, таптық және өтпелі қоғамдарда да маңызды рөл атқарған. Әдет ғұрып басқа ережелерден ерекше инерцияға болып адам психологиясына тікелей әсер етеді және де әрине өзге нормативті ығыстырады. Қорытындылай келе, этика адам мінез құлқы, қарым-қатынасы, ар-ұждан мен жауапкершілікті зерттейтін ілім ретінде болса, ал мораль әрине бұл этиканың нақты өмірдегі көрінісі, адамның іс әрекетін бағалау көмектесетін нормалар мен құндылықтар жүйесіне танылды. Адалдық, әділдік, ар, намыс сияқты ұғымдар бұл моральдік сананың негізі болып саналады. Әрине қоғам дамыған сайын этикалық нормалар адамның іс әрекетіне бағыт беріп, рухани тұрақтылықты сақтауға да көмектеседі. Яғни сонымен этиканың және моральдың рөлі әділетті және парасатты өмір сүру кепілі деп тек айтсақ болады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Yeah.